Бір күні тышқан нан дүкеніне кірді. Сөреде жаңа піскен сап-сары бөлкелер үйіліп тұр екен. Піскен нан иісіне қызыққан тышқан тұмсығын жыбыр-жыбыр тартты. Төмендегі бір бөлкені кеміре бастады. Осы кезде күзетші кіріп келді. Тышқан зып беріп тысқа атып шықты. Бірақ алысқа ұзамады. Апырай, қайдан шықты екен осыншама нан? Біліп алып, шыққан жеріне кірсем деп қызығып кетті. Есіктен сақтан асық алады да. Нан, сен қайдан шықтың деді сыбырлап. Сатушыдан сұра деді нан. Тышқан сатушыға келді. Сатушы, нан қайдан шығады деп сұрады. Наубайшыдан сұра деді сатушы. Тышқан тымпыңдап наубайханаға келді. Мұнда көп адам нан пісіріп жатыр екен. Нан қайдан шығады деді бір наубайшыға келіп. Диірменшіден сұра деді наубайшы. Тышқан диірменшіге келді. Диірмен тасы тынымсыз шыр көбелек айналады. Екі адам ұн тартып тұр. Ұн төгіліп аққан бұлақша құйылып жатыр. Көзді ашып жұмғанша қап-қап ұндайын болды. Тышқан иненің көзінде танауын тыржитып таңдана қарап тұрды да. Диірменші, нан қайдан шығады деп сұрады. Комбайншыдан сұра деп жауап берді. Тышқан далада егін орып жүрген комбайншыға келді. Қалың егін теңіздей толқиды. Комбайн тоқтар емес, ілгерілеп барады. Сабанын бір бөлек, топанын бір бөлек шығарып тастайды. Торсықтай ақ бидайды астауына құйып алып барады. Тышқан сонда комбайншы, нан қайдан шығады деп сұрады. Көктемде тракторшы жер жыртып, тұқым себеді. Егіншілер оны күтіп баптайды. Көп еңбек сіңіреді. Міне мынау қалың астық, сол көп еңбектің жемісі. Нан еңбек арқылы табылады дейді комбайншы. Ой, мұның азап қой. Мен шалқиып жатып ақ нан таба беремін деп қутың етті тышқан. Әне мысық келе жатыр деді комбайншы. Сол ақ екен тышқан бір ескі інге зып берді.